Баршаңызға сәлем. Бүгін морозильникке осындай пельмендерді қатыруды көрсетемін. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, оның үстіне суымызды құямыз, тұзымызды салып, қолмен бәрін жақсылап араластырып жібереміз. Шетінен ұнымызды сала отырып, қолмен қамыр илейміз. Барлық керек заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын, сол жерден көре аласыздар. Қамырды илеген кезде қайта-қайта осылай басып, июін қандырамыз және шамалы уақытқа бетін жауып қойып тұрамыз. Қамырымыз дайын болғанша начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге фарш керек. Оның үстіне жуамызды майдалап турап фаршымызға қосамыз. Оның үстінен дәміне қарай тұз, бұрышымызды саламыз. Қолмен жақсылап араластырамыз. Қамырымыз 10 минуттай тұрды. Тағы да қолмен басып, бетін жауып, тағы да қойып тұрамыз. Сонда әбден июі қанып, нанымыз өте жақсы болып жайылады. Одан кейін алып, екіге бөлеміз. Бір бөлігін алып жаямыз, екінші бөлігін бетін жауып қойып тұрамыз. Оны себе отырып, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Міне осылай жұқағып жайып аламыз. Одан кейін фарштарды дөңгелектетіп осылай бір шетінен қойып шығамыз. Видеода көрсетілгендей осылай шетін қайырамыз. Менде осындай форма бар, арнайы осы пельменге арналған. Осымен бір жақ шетімен жартылай осылай басып шығамыз, видеода көрсетілгендей. Басып бәрін кесіп алғаннан кейін екі жақ шетін осылай біріктіреміз. Осылай шетін кесіп алып тастаймыз да, тағы да осылай фарша қойып, қайталап бәрін жасап шығамыз. Пельменді осылай морозильникке сиятын ыдыста жеке-жеке қойып қатырамыз. Кейін дайын болғаннан кейін алып, салафанға салып, дайындап қоямыз. Видеоны лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, рас болсын.